Сөз күйші домбырашы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Айгүл Нариманқызы Үлкенбаеваға беріледі. Дина Нұрпейісова тек қазақтың ғана емес, түркі әлеміндегі әйелдер арасынан шыққан тұңғыш күйші композитор. 9 жасында күй атасы Құрманғазыдан баталған Дина жеңіздің қолынан домбырасы 90 жастан асқанға дейін түспеген екен. Кәсіби сахнаның өзіне Дина жеңіз 76 жасында шыққан. Бұл өнер адам үшін бұдан асқан ерлік жоқ. Ақын Жұмекен Нәжмеденов Дина жеңізге арнап мынандай өлең жолдарын жазған. Күй төгілді өрек көп, күй төгілді өрек көп, кешіріңіздер. Күй төгілді өрек көп, көк гауһардан кетті алмай, жарқындығы күлкідей, мұңдылығы жоқтаудай, ашылығы шындықтай, тәттілігі шабыттай, жеңілдігі көбіктей, ауырлығы табыттай. Шымшы біліп сезімді, жүрегімді түртіп жеп, әр саусақтың астынан үн уянды бүлкілдеп. Бейлі толған өмірді бір түлеттау жарықтық, кей жұқарған көңілді жыртып өттау жарықтық. Кей әжеміздің осыдан 70 жыл бұрын Қазақстанға 30 жыл деген атпен шығарған күйі музыкалық ескерткіш болып қалған еді. Міне араға сонша жыл салып, тәуелсіздігін